Сәлем көпшілік, мен жақынге шипагер Қалибек Қанжарбайұлы. Сіздерге мен ұстазым Нұртайтымен бойлы айтып берген бір тамаша шықатудың есебін деп берейін. Өйткені әлі шықату деген екінің бірінде көбейіп кетті, иә? Бұл кісі шипагерлік баянның авторы, Өтей Бойдақ Тілеуғабылының 31-ші ұрпақ мұрагері, Өтей Бойдақтың інісі Топайдың 31-ші ұрпағы, иә? Бұл кісі Сақарада 40 жыл ауыл дәрігері болған кезде бірде бір шықатын адам көрмедім деп еді, әңгімесінде. Шықату туралы мен әңгімені сұрадым, ақылмен сұрадым сол кезде. Ол кезде жейтін тамақ ыңғай малшылықта, өндірісте болсын, маған жоқ, жейтін тамақ негізінен сол құрт ірімшік түгел шықатыратын тамақ, сүт. Сонда бұл адамдардың шығатпайды екен. Не үшін деген кезде, ол кезде бір семьяға барсаң, бірінші шай құйса бір, екінші шай құйса екі, мына сармайды иіс пысап отырады екен, иә? Біздің бертін керегіміз сөйтіп отыр ғой. Қазір бүгін май салайын десең, шынысын бетінде, ой, май жемеймін дейді. Бұл неге деген кезде бұл сармай ең тамаша шықатудың дәрісі екен. Өйткені сіздер білесіздер, сармай сүйегі сынған адамға сармай жемеңдер дейді. Сармай біріншіден ашқазан ішектегі бұзық заттарды айдайды, тарамыс сіңірді босатады, қан тамыр қатаюдың алдын алады, адамның жастық ажарын сақтайды. Сіздер енді білесіздер, білмейсіздер, денемізге уыт жиналып қалса, біз қайнақ су ішсек, уыт айдайды дейді. Әмәлетте бұл өтірік сөз. Денедегі токсинді ерітетін нәрсе бір осы сармай, бір құйрық май. Токсин деген нәрсе майда ериді, сондықтан маймен бірге айдап шығады. Енді шықатудың өзін алып айтатын болсақ, ерлерге қарағанда әйелдерде көп болады. 100 адамның ішіне қатса, соның енді 90% әйелдерде болады. Бұл не себептен деген кезде, әйелдердің біріншіден әрекет аз. Екіншіден, құрсақтың май қаттамы жоғары. Үшіншіден, олардың бір артық мүшесі бар, анатомиялық түзілісінен өздеріңіз білесіздер, оны айтпасам да түсінікті. Сондықтан әйелдерді шықату көп кезігеді. Енді бұған дәрі ішудің, басқалай нәрселер істетудің қажет жоқ. Енді бізде ғой дәрі шөптер бар, шайлар осы шықатудың. Бірақ ең жақсы тамақ осы сармай. Сармай адамға зиян қылмайды, қан тамырын жұмсатады, қан басымның алдын алады. Міне көріңіздер ме сармай сап ішкен шайларды. Сондай тамаша болады. Мына қара шай қант сап демей-ақ, мына қара шай сармай сап деп айтуға тиісті ғой, кейбір елдерде. Осы қант сап ішеді, осы сармай сап ішу керек. Менің бұл жерде айтып отырған сармайым, заводтың сармай емес. Мәшінемен кілегейді айырып алып айландыра салған сармай емес. Мұны өзі табиғи Сақарадағы малдың үстінен іркітті ашытып, оны сол 4-5 күн ашытқаннан кейін іркітті 1-2 сағат пісіп, майын сүзіп ап, оның тұзын салып, суын сорғытып, әбден бұзылмайтындай болғанда осы жақсы сармай. Мен айтып отырған осы Алтайдың табиғи сармайларын айтып отырмын, иә? Сақарадағы. Заводтың сармайын айтып отырған жоқ, сондықтан мына сармайдың келісі 1000 сом болса арзан, 10 000 сом болса қымбат емес. Бұл өзі сары алтын деуге болады, иә? Сондықтан майдың ішіндегі жақсысы сармай, және осы қойдың құйрық майы. Бұл қан тамырда тосылып пайда қылмайды, әрқандай аурудың алдын алады. Сондықтан сіздер сармайдың қадірін біліңіздер, дәрі іше бермей, осы сармай сап ішсеңіздер, іштеңіз қатпайды. Шықатқан деген нәрсе ең жеңілі геморрой пайда қылады, асқынып кетсе іш шегірегін, көтен шегірегін пайда қылады, бауырдың, ашқазанның қызметін бұзып, денеге түрлі уыттар жинап, аурудың тууына себепші болады. Сондықтан бірінші, адамның шығарын сөлі бар ғой, үлкен кішілердің шығуына өте диққат қылыңыздар. Сонда шым қатпасын десеңіздер, қан басым болмайын, ауру болмайын, аурудың алдын алайын десеңіздер, шәкәріңізден сармай үзбеңіздер. Рахмет көпшілікке. Жақанге шипагер Қалибек Қанжарбайұлы сіздердің ештеңкесін аямайды. Сіздер қолдап, қуаттап, тарқатып отырыңыздар, иә? Рахмет көпшілік.